Армысыздар, құрметті сұхбат айдарының көрермендері. Бүгін міне халықаралық қарттар күніне орай арнайы ауданымыздың ардагерлер үйінің төрағасы Бақыт ағамыз арнайы келіп отыр. Бақыт аға, қош келдіңіз. Бүгін сізді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Бүгінде сізге жасалып жатқан құрмет аз емес шығар. Ендеше жалпы осы қарттар күні 1 қазан осы мереке жайлы өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Рахмет. Бүгінде біздің Жамбыл ауданында 5,5 мыңдай ардагер бар. Олардың бәрі қамқорлыққа алынған. Біз аудандық ардагер кеңесі оларға әркез әртүрлі көмек береміз. Оларға қолдау жасаймыз. Ауданда 13 ауылдық ардагерлер кеңестері бар, 22 цехтық ардагерлер үйімі бар. Солармен тығыз байланысты жұмыс атқарып жатырмыз. Жылда осы халықаралық қарттар күніне байланысты көптеген шаралар өткіземіз. Кеше ғана ауданда заң мен тәртіп, әділ қоғам деген үлкен ардагерлердің форумын өткіздік. Енді міне сол мереке күні ардагерлер арасындағы аудандық спартакиада өткізейік деп жатырмыз. Жалпы көрермендер, Бақыт ағамызды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, өйткені бұл кісінің ауданға еткен еңбегі ерен десек те болады. Қазақтан мындай сөз бар, қарты бар үй, қазынасы бар үй деген, қарттар елдің шежіресі деген сөздер бар. Жалпы Бақыт аға, осы аға буын мен жастар арасындағы байланысты қалай көресіз өзіңіз? Енді бізде кезінде жас болдық. Ағалар, аға буын өкілдері бізге ақыл айтты, бізді тәрбиеледі. Мына енді бізде қария болдық. Біз енді сол ұрпақтар сабақтастық ретінде жастарға өзі ақылымызды айтып, дұрыс бағыт бағдар беруіміз керек. Негізі еліміздің болашағы жастар, жастардан біз үміт күтеміз. Өйткені қазақ елінің өркендеп өсуі біздің жастардың білімділігіне байланысты, жаңашылдығына байланысты, ізденімпаздығына байланысты. Осыдан 100 жыл бұрын Ағайын ақын Мағжан Жұмабаев айтқан екен, астандай айбатты, жолбарыстар қайратты мен жастарға сенемін деп. Сонда біз қариялар жастарға сенеміз. Әр уақытта жастармен бірге біз жастарға жүрген жердегі ақыл кеңесімізді беріп жүрміз. Олар да бізді қария ақсақал деп, олар да бізді сыйлайды. Енді қазір жастарға өзім ырзамын. Рахмет. Жалпы осы жастар бүгінгі мемлекеттің қозғаушы күші, локомотиві десек те болады. Жалпы жастарға қазіргі таңда көңіліңіз тола ма? Және де қандай болу керек деп ойлайсыз жастар? Енді жастар, айттым ғой жаңағы, еліміздің өркендеп өсуіне өз үлесін қосатын азаматтар. Енді жаңа айттым, жастарға көңіл толады, бірақ соның ішінде де бір әттегендей дейтіндері бар. Кейбір кезде бір жастардың бір әдепсіздіктері, мәдениетсіздігі адамның көңілін қалдырады. Сондықтан сондай жастар аз болса екен, жастар сол білімге құштар болса екен. Қазір мынау мемлекет басшысы жасанды интеллектті дамытамыз елімізде деп жатыр. Соған жастарымыз сол жасанды интеллектті дамытып, елімізді көркейтіп, өркендетіп берсе деген ойдамыз. Жастар болашағымызды айқындайтын жастар ғой енді. Кезінде бір әмірші ғұлама Әл-Фарабиден сұраған екен, осы біздің еліміздің, мемлекетіміздің болашағын айтып берші деді. Сонда Әл-Фараби айтқан екен, сен бірінші маған жастарыңды көрсет, содан кейін сенің мемлекеттің болашағын болжау қиын емес деп. Сондықтан біздің еліміздің болашағы жастар, жастарға енді сенім артамыз. Рахмет. Мынау дұрыс айтасыз. Жаңағы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай, қазіргі жаһандық заманның жаңа лебі, жаңа серпіні десек те болады. Ол жасанды интеллект. Яғни бұл тұрғыдан біз оңтайлы дамуымыз қажет деп есептейміз. Ендеше бүгінгі сұхбатымызды қорытындылай келе, Бақыт аға, келіпсіз біздің мына сұхбатымызға, Құдайым қуат берсін басыңызға. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, әрдайым бақыт берсін отбасыңызға деп
жалпы анау аудан қарттарына, ауданның жастарына, жалпы ауданның тұрғындарына өзіңіздің ізгі леп тілегіңізді айта кетсеңіз. Рахмет. Жастар үлкенді сыйлайтын болса, ата-анасын сыйлайтын болса, білімге, ілімге жақын болса, сонда ғана біз жастарға әр уақытта сенім артамыз деп ойлаймын. Жастарымыз өркендеп өсе берсін, жақсы жағынан көріне берсін деп айтқым келеді. Рахмет. Ендеше құрметті көрермендер, тамашалағандарыңызға алғыс білдіреміз. Сау болыңыздар.